Қолқысы бар адамдарда бірден бір қиындығы мына қолды көтере алмайды, мына сіңірдің қатуынан. Бұл сіңір бізде былай қарай да кетеді. Омыртқа бойымен туралап біздің селезень нервтің қасынан өтіп, аяғымыздан алып табанына дейін баратын үлкен сіңіріміз бар. Бірақ бұл сіңірді көп жерде игерілмейді, массаж жасалмайды. Біздің центрдің басты мақсаты осы сіңірлердің бәрін жұмыс жасай отырып, әйел адамдардың жатыр массажымен, остеопатиялық жұлындармен, ковчиктерін, синфизиттерін қойған кезде бәрі керемет болады. Себебі массажды бір ғана жерден алу үлкен қателік. Себебі біз холкі дейміз, холкыны біз мына тұстан ғана көреміз. Бірақ оған біз мына бүкіл омыртқамыз қатысты екенін қарамаймыз. Өйткені адам баласы дүниеге келгенде баспен келгенмен біз цепочка сияқты құралып тұрмыз. Адам анатомиясына да қарасаңыздар, цепочка болып тұрғанымызды көресіздер.